Тақырып таңдау. Әр блог бастағанда міндетті түрде өзінің нақты бір тақырыбы болу керек. Егер де сіздің тақырыбыңыз болмаса, сіздің блогыңыз түсініксіз болады. Сіздің парақшаңызға жаңа оқырман келді ғой, кірген кезде бірден түсінікті olur. Бұл не туралы парақша? Концепциясы болу керек. Егер болмаса, сізде аудиторияда, оқырмандарда болмайды. Сондықтан бұл өте маңызды тақырып. Сол тақырып деген тақырыпқа біз аса көңіл бөлуіміз керек. Тақырыптар өте көп. Блогерлардың түрлері де өте көп. Мысалы, фудблогерлар бар, вайнерлар бар, жаңағы путешествие туралы жазатын блогерлар бар, лайфстайл блогерлар бар. Лайфстайл деген өмірлік стиль, көбінесе өмірінде не болып жатыр, сол туралы жазатын. Мама блогерлар бар. Олар баланы қалай мысалы жуындыру керек, баланы қалай өсіру керек, қалай қарау керек, мысалы емізу туралы, баланың мысалы памперстарына обзор, киімдерге обзор жасайды. Баламен байланысты тақырыптардың барлығы, баланы қалай ұйықтату керек, сол тақырыптардың барлығын қолдана отырып жазатын блогерлар. Сосын жүктілік кезінде жүргізетін, мысалы жүкті аналар блогы бар. Одан кейін жұлдызды парақшалар, бізде көп жұлдыздар бар. Тематикалық блогтар бар, ол яғни бір мамандық несі, ол психологтар мысалға, финансистер, адвокаттар, нумерологтар мысалға, және группалар бар әртүрлі, пабликтар, то есть түр-түрге бөлінген. Ол деген мысалы бір приколдар толтырылған парақшалар болады ғой, әртүрлі. Мысалы қаланың блогы, қаланың группалары, мысалы Қарағанды Сити, Астана Сити, Алматы Сити деген бизнес блогтар, яғни бір компанияның блогы. Мысалы Додо Пицца, Адидас, LG, әртүрлі фирмалардың өздерінің парақшалары, олар клиенттермен жұмыс жасайды солай. Сосын инстамагазиндер бар. Инстамагазиндер ол әртүрлі киім сататын, кез келген магазиндер, ол өзіміз көріп жүрген. Киім сататын, аяқ киім сататын, косметика сататын. Сосын сетевой маркетингпен айналысатын парақшалар бар. Greenway, болуы мүмкін, Oriflame. Мысалға, сіз тігіншісіз мамандық бойынша. Қазір декретте отырсыз, балаларыңызға қарап, сіздің мысалы бос уақытыңызда тігумен айналысасыз, парақшаңызды дамытқыңыз келеді, басқа да құлшыныстарыңыз, басқа да қабілеттеріңіз бар, аз-маз бір тапсырыстар алып, бір көйлектер тігіп тұрасыз, бірақ сізде клиенттер онша көп емес. Сол клиенттерді көбірек болу үшін, өзіңіздің ойларыңызды да жазу үшін блогер болғыңыз келеді. Мысалы, блогыңызды бастадыңыз, сіздің парақшаңыз, мысалға, мама блог дейді, сіздің мысалы 2 балаңыз бар, мысалға. Және тігінмен байланысты тақырып алсаңыз болады. Мысалы, тігінге қызығатын адамдар көп қой, аналар. Соларға қызықты етіп, жаңағы посттар жазсаңыз болады, пайдалы пост. Тіпті бір фишкалармен, техникалармен бөліссеңіз болады. Мысалы, көйлекті қалай тігу әдісі, қандай матаны қалай таңдау керек, мысалы, машинканы қалай таңдау керек деген сияқты посттармен бөлісе аласыз, және өзіңіздің өмірдегі ойларыңызбен бөлісе аласыз. Қараңыз, біріншіден тақырыбыңызды анықтадық. Одан кейін келесі сызық болып, мысалы, бөле береміз. Сізде қандай рубрикалар болады? Біріншіден ол мама блог, сіздің бала күтіміне байланысты тақырыптар жазатын рубрикаңыз. Екінші, тігінмен байланысты рубрикаңыз. Үшіншісі, ол сіздің рецепттеріңіз болуы мүмкін. Мысалы, аптасында бір рет сіз рецепт видео түсіріп, соны парақшаңызға саласыз. Төртінші тақырыбыңыз, мысалға, қандай рубрикаңыз болуы мүмкін. Ол сіздің осы мемлекетте болып жатқан нәрселер жайлы ойыңыз деген сияқты, көрдіңіз бе? Мысалы, сізде 4 рубрика таңдадық. Ары қарай сіз сол рубрикалар бойынша алдын ала өзіңіздің сол рубрикаға байланысты тақырыптар жазып қоясыз. Мини темалар жазып қоясыз. Кәдімгідей бүйтіп рет-ретімен тігу бойынша. Маталарды қалай таңдау керек, қалай тігу керек, машинкаларды қалай таңдау керек. Мен қалай тігумен айналысып бастадым, тігінмен айналысу қиын ба, оңай ма деген сияқты. Сосын мама блог тақырып бойынша, рубрикасы бойынша мынандай тақырып: бала күтімі, бала тез ұйықтау үшін не істеу керек, мысалы, төстен шығару үшін не істеу керек деген сияқты кәдімгідей сөйтіп бөліп жазып қоясыз.
Сіз парақшаңызды жүргізіп бастағанда, сіз уже алдын ала қалай парақшаңызды табыс таба аласыз, соны ойластырып қоюыңыз керек. Мысалы, сіз тігіншісіз ғой, сіз уже білесіз, что в будущем сізде бір 10 мың подписчик жиналғанда, мысалға, сіз жаңа тапсырыстар алып, арнайы тапсырыспен киім тігетініңізді, мысалға, жүкті аналарға арналған, немесе емізулі адамдарға арналған костюм тігесіз деп тапсырыс ала аласыз. Сонда сіз бүйтесіз. Ақырындап жаңа посттарыңыз жаза бастайсыз ғой, парақшаңызды дамытасыз и ақырындап уже алғашқы заказдарыңызды аласыз. Вот сіздің уже монетизация әдісіңіз уже дайын, сіздің парақшаңыздан қалай табыс табуға болатын дайын. Және сіз бұдан бөлек мастер-класс жасай аласыз, тігумен үйрете аласыз адамдарды. Және сіз жарнама арқылы табыс таба аласыз, бартермен табыс таба аласыз, мысалы ойыншықтар алып, балаларыңызға киім алып, немесе мата.